Жастар және болашақ жаңа конституция қандай мүмкіндіктерге жол ашады? Жаңартылған конституция білім мен зияткерлік капиталды мемлекеттің стратегиялық басымдылығы ретінде айқындайды. Үшінші бапта адами капиталды, ғылымды және инновацияны дамыту ел дамуының негізгі бағыты ретінде ресми бекітілген. Бұл түбегейлі бетбұрыс. Енді табиғи ресурстардан гөрі білім мен технология жоғары құндылық ретінде танылады. Жастар үшін бұл білім беру бағдарламаларын кеңінен қаржыландыру, жыл сайын мыңдаған грант бөлу, ғылыми зерттеуден қолдау және әлемдік деңгейдегі инфрақұрылым қалыптастыру. Жас ғалым секілді бағдарламалар шетелдік жетекші зертханалардағы тағылымдамалар, ғылыми әулетті ашуға берілген нақты мүмкіндік. Конституция жобасына алғаш рет цифрлық ортадағы құқықтарды қорғау нормасы енгізілді. Енді дербес деректердің электрондық хат алмасудың онлайн активтердің қауіпсіздігі конституциялық деңгейде кепілдендіріледі. Сонымен қатар зияткерлік меншікті қорғауға ерекше назар аударылған. IT, ғылым және креативті индустрия саласындағы жастар өз еңбегінің нәтижесі мемлекет тарапынан қорғалатынына сенімді бола алады. Саяси қатысу тетіктері де кеңейеді, экологиялық жауапкершілік те алғаш рет конституциялық деңгейде бекітілмек. Осылайша жаңа конституция білімді, инновацияны, цифрлық қауіпсіздікті және адам құқықтарын ел дамуының берік іргетасына айналдырып, жастар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады.